Мынау көк тіреген мұз кіреуке, аймауыт шыңдармен сілемдескен қабат-қабат қарт таулардың арасы. Қаңтар қыста қазаққа қаншама ғасырдан бері атаның ақ тонының етегіндей жылы да ықтасынды қасиетімен мекен болып келді екен деші. Бозадыр деп аталатын бұл тау қойнауы, боз көдесі мен боз жусаны кигіздей бітік, қыс малының отарына жайлы мекен. Мынау сарала беткейді толтырған жылқысына ашы беріп жүрген қал құйрықтарының қимылы мен жусауынан ақ күйін аңғара білетін жылқышы қарттың есімі Қожантай болады. Tengіз dengeyine 4000 metre büyüklükte jayılıp жатыр. Бұл осы жерде 4 ay vaqt turadi. 4 aydan keyin Kölde maydanına aylanadi. Al ol жерде 2 ay turgandan keyin çoğ jaylauga ketedi. Mine osындай aylandırуу arqılı bunun içindeki naşarların, kәрlerin, төлдөрүн колго күтүмдөп багып, максаттагы жетемиz деген радага жетемиz. Қарияның жылдағы дағдысы осы отардағы жылқыларының күйін бір көріп қайтпайынша айызы қанып көңілі көншіген емес. Асқары аспанмен тілдес, тастарынан арқар орғыған құздалаптың қияндарын жылқышы жанары әлі де қырандай қыдырады. Жасы 70-тің бесеуіне жетсе де қайраты әлі мығым, көңілі тұлпардай шұқыр. Жылқыдай аунап өтіп жатқан жыл керуенін қазірлі қарт жел қанатты жануарлармен бірге өткөрді. Көңілі әр сат жылқының жусауынан жай тауып, дүбірлі тұяғымен марқайды. Мынау қиянға салған қыранның ұясындай ескі қыстау, Қожантай ақсақалдың 50 жыл жылқы күзетінде ақ мылтық бұрқасынмен күресіп, қыс отарын өткөрген тұрағы. Оның бала жастан сезгені, қасиетті Қамбар ата түлігінің бабы мен күйі және осынау қысқы отардан қиян асып жетер жаз жайлауға дейінгі мың бір машақат шытырман жолдың қиыры мен шиыры. Күн астында күнікейдей көз тартып жатқан бұл мекен, ежелден тұлпар мініп ту ұстаған көшпелілердің қонысы. Алтын аяқпен қымыз ішіп, ат тұяғымен аспан астын дүбірлеткен үйсін қағанаты, хан еліне қалыңға үйір-үйір жылқы айдатып, осынау ұлы далаға тарихын тұлпардың тұяғымен жазғанына әлем куә. Кешегі 17.000 жылқы біткен Тойекенің байлығы бүгінде аңыз болған осы өңірге. Жылқы бағып салтанатын асырған халықтың өрісінен сол үйсін тұлпарларының тұяғы, қазақы қазан аттың тұқымы әлі күнге үзілген жоқ. Жылқыға тұз беріп тұрған жөн. Тұз денедегі әртүрлі кемдікті толықтайды. Тамақ сіңіреді. Егер тұз желінбесе, жылқы бос денелі болады. Қысқа шыдамайды. Еті дәмсіз болады. Сонымен бірге сүйегі бос болады. Мінген ат
бәйге қосылған ат. Терлеген сайын тұз беру керек. Денеден тұз мада шығып кетеді. Егер тұз шықса, буын босап, сүйегі салдырап кетеді. Сондықтан тұзды бермесе болмайтын қажет нәрсе. Қазақ жылқысы негізінен. Осы жылқының жақсыларын сұрыптап, іріктеп, талдау арқылы байырғы атамыздан қалған қазақ жылқысының тұқымын сақтау ерекшелігіне ие. Бұл жылқы мінуге көмпіс, бір күнде 100 километр жерге бір адамды көтеріп бара алады. Бір күнде 30-40 шақырым жерге жүгіріп те айлана алады. Сондықтан бұл жылқы төзімді, мықты. Бабаларынан жер қайыстырып жылқы айдаған жылқы мінез халықты жылқысыз елестету мүмкін бе? Жылқысыз қазақтың сәні келсін бе? Тәпті аттан түссе, табиғаты өзгерердей сезіліп, рухы мен ұжданы тұлпармен тұтасып кеткен халық емеспіз бе? Ойланыңыз қане, бүгінгі күні Қожантайдай алдына неше дүз жылқы салып, өмірін ат үстінде көз шырымын алумен өткізген қанша қазақ қалды? Иә, бұл қария осынау сұлу түліктің күтімімен ғана кеткен жан емес, ол кісінің ат үстіндегі ерлігімен қоса серлігі де бір төбе. Қожантай қария ат болатын құлынды мүшесінен танып, тайынан тұлпар баптай білген. Атағы Іле өңіріне танымал ат бегі. Белдеуінен жүйрік пен жорға кетпеуі жылқысының молдығынан ғана емес, тұлпардың тегін танып, терін таба білетін аталы өнермен де қатысты. Жылқышының өрісін толтырған торғас қайғырдың үйірінен талай жүйрік шығып, Іле өңірін тамсандырған. Қас қайғырдан қасқа туымаса да төбел туады дегендейін, ақсақал 17 жыл бойы текес Іле өңіріне бәйге бермеген борғасқадай күлігін биыл 23 жасарында тағы да бір бәйгеге қосып сынап көрмекке баптап жүрген жайы бар. Қамбарата түлігінің бабын біліп, бір өмір жылқы баққан, атағы Ілеге әйгілі болған Қожантай ақсақал, немересі Елқұттың сүндет тойына бүкіл өртекес пен кең текестегі арсы қас күнес бойындағы дос жарандарын шақырғалы, телефонда ертелгеш маза жоқ. Өтірік айтқанына болмайды ғой енді. Сол 17-тен артық емес, 18 емес. Сол 17 мұқымдасты енді нақтылы. Бұған енді бір күріппа адам шығып, жерге хабарын беріп сөйтті, алды ат бәйгінің. Әнен кейін құнан, әнен кейін құнан шығар сиыр, әнен кейін қой енді осындай етіп, ат 11 атқа бәйге дедік. Егер ат көп болса 13. Ең соңында 13-тің артында бір ат ұсталады, үзіліс бәйге деді. Мен 11-тің артында бір ат ұсталады, осындай. Міне бұл Бозадырдағы жылқысын, Шолақтерек ауылының көктеулігі намаз төбенің етегіне салып, ерулеп жатқан Қожантайдың ауылы. Мыңғырған малдан не керек, игілігін көрмесең, не керек ұл боп туғаның, қамшының ұшын бермесең деп, халық жырында жырлағандай, ақсақалдың көптен ойлаған бір міндеті. Қара шаңырағын басқан ұлынан туған немересіне сүндет той жасап, халықты қуаныштың құзырына жинау болатын.
жарылқап өркөнің өскен ел болғанда ерекше ерелермен тең болғын. Жауының көңілі кем болсын, қара жермен тең болсын, қызырдарып бақ қонып айтқаның көпке ем болсын. Басыңа келіп бақ болсын, қиырдан құтты әк келсін, жайлауыңа мал толсын, қырманыңа дән толсын. Ғылым үйрен маман бол, ел сүйіндер адам бол, көктеуіңді көгеріп қысапаттан аман бол. Таудай болсын талабың, бақытты болсын, заманың қарышты болсын, қадамың, тұлпар мініп туарып жарыста болсын саналың. Құрулаған құлының көгөзенді көрлесін, ойға түсіп келгенде ашылды жерлесін. Пияж жүнді ақ қойың егіздетіп төлдесін, кілем жауып келіндер кебежесін теңлесін. Кемпір мен шалың санатты болсын, ұл менен қызың талапты болсын. Әуелі Құдай жарылқап, өркөнің өскен ел болғанда ерекше ерелімен тең болғын. Кіндік қаны төгілген жерімізге нұр жаусын, жерімізді күлденткен елімізге нұр жаусын. Керегесін кең жайған тегімізге нұр жаусын, отанымызды күлденткен мамандарға нұр жаусын. Отан доттай қалаған адамдарға нұр жаусын, дастарханды кең жайған асымызға нұр жаусын. Өнер білім үйренген жасымызға нұр жаусын, жас тілеуін тілеген кәрімізге нұр жаусын. Ау мейіндеп отырған бәрімізге нұр жаусын. Жығылған балуанға да бәйге берем деп жар салып шаттығын елімен бөліскен Ақбейіл қарттың сөзінен ақ байырғы қазақ бәйгесінің жол жосын қағидасы аңқып тұр. Үзіліске екінші атпен ұқсас бәйге беріп, ел жұртты разы етуге құрылған қазақтың қасиетті салтының жұрнағы әлі де сақталып жатуы. Сақарамыздың сәні боп, маңғыстап, белдеуіміздің құты боп байланған, тоу құйрық жануардың жалына байланған жақұт салттың қасиетінен болар. Айтқандай-ақ, тойға бүгін халық қара нөпір болып жиналды. Ақ батамен басталған қуаныштың мерейі, арысқа түскен азаматтардың қайратымен ат үстінде аударыспақ ойнап, көкбар тартқан айбатын асырып барады. Той соңы аламан бәйгеге ұласып, дөбірі алыс жуықты елеңдеткен осы той мәресіне де жетті. Қожантай қарияның 6 ұл 3 қызы бар. Балаларының арасында 4-ші ұл Ербол ғана ата кәсіпті жалғастырып, қара шаңыраққа ие болған. Қалған балалары түрлі жұмыспен айналысады. Атадан қалған құрыққа ие боп, осынау қасиетті түліктің бағымына шынығып келе жатқан Ербол әр шаруаның қырына қанық, қолынан өнер тамған, өз ортасына өнегелі жігіт. Арт-артынан болған 2 жылғы қуаңшылықтың қыспағы, әкелі балалы екеуін биыл тағдалаңдатты. Үйір-үйір жылқысын төр жайлауға дереу шығармаса, сонысы солғындап бара жатқан қонысы анау, қуаңшылықтан сарғайып бара жатқан шабындық жерінің жағдайы мынау. Малшы қауым үшін қыс қамын жаз ойламай болмайды ғой. Табиғаттың қабағына қарап отырмай, балалармен ақыл қосқан қария шабындыққа генератормен өзеннен су шығарып, бүгінгі ауа айналып жерге түсердей қапырықта қызыл танау болып жүр. Малға жайылыс жоқ болды ғой. Шабыс ету емес, құрғақшылық бірақ жоқ болды ғой. Малдың көктемде келгенде жылқының жейтін жоқ. Сондықтан енді бұл біз бір семья 10 мың юанға мына су соратын дүбіжіге әкеліп, осыны биіктігі 150 метр жерге су шығарып отырмыз. Енді бұл әр күні ең көп болғанда 5 мың жер суғара алады оқшайды. Осындай етіп енді бір
15 күн суғарсақ, негізге жеріміздің бір бөлім малға азықтық шығып қалар деген ой болды. Қарасаңыз, бала жастан қарлы боран ақ нөсерде шынығып, жараудай қатқан қарияның қайраты әлі мығым. Оның қазірі бәйгеге шапқан борғасқаның арынынан кем емес секілді. Гәңки боп. Жүретін жер қандай бұл кісілер? Бұл тас басады ғой. Тас не бір қорымдарды басады. Сондықтан бұл аттардың аяғы жақсы болмаса болмайды. Мына өте таға биік болса қорымдарды аяғын чау болады. Сондықтан мынау аласары сақ жақсы болады да. Бір тағамыз 1,5 айға таман жақындайды. Жақсы тағаласа. Тағаламаса дауанға емшек таға керек. Жаз күндерде? Жаз күндерде. Өйткені көкшеп тайғанақ болады. Таудың басы тоңазыға мұз болады жаз күндерде. Ол жердің мұз жаңадан еріп жатыр, бірақ еріп түгіп кетпейді. Дауаннан тік еңіс отырғанда арт кемшек, алдын қарай жүргенде алдын кемшек, тереу болады. Арғымақтың тұяғы тасты басса кетілер, сызды басса жетілер дегендей, таулы өңірде мініс аттарды тағаламай болмайды. Қожантай қарияның бүгінде мынау жас жылқы, жүйрік бітімді торысын жаз күнінде емшек тағымен тағалатып жатуында үлкен мән бар. Жалпақ қырқадағы шап балығын суарып, зор шаруаның шалғайын қайырып қайтқан қарт жылқышының алдында 60 асу 40 қия жол жатыр әлі. Ендігі сапар шолақ теректің басындағы орта жайлауда жатқан жылқыларын төр жайлауға апару. Текестің жайлауы көркем жері шұрайлы, Тәңір тауының ақбас шыңдарынан сылдырап құлаған бұлақтар мен арқырап түскен өзендер сай саланы гүлге көмкөріп нумен сыңстады. Сол құзар шыңдарға сілемденген қырқалар мен асуларды асуға да, әле тұлпарындай жүрісті де күшті ат қажет. Орғымалы соқпақтар мен сырғымалы сүрлеулерден жылқыны жетектеп жүретін адамға да асқан қажыр қайрат керек. Сондай жүріске әлі күнге мойымаған қайсар қарт, міне ел шетіне ілінсе де бел шешпей, ұлдары мен малшы қосшы жігіттерін ертіп, төр жайлауға жылқы асыратын жолдың жағдайын біліп келуге аттанды. Екше, қарарша, ой
Азыдан бүгінгі жеткен көшпелі тарихты айылдың табындай айғақтап жатыр. Дариға-ай шіркін, қайсар қарияның бүгінгі сапары тарқатыла бастаған сол бір тарих таспасының ұшын қайталай біріктіре өріп, түбегейлі түйе алар ма екен деші. Мынау қабат-қабат қарт таулардың сай-саласы, қарт жылқышының көкірегінде картадай сайрап жатыр. Осы өңірдің климатында қарт көкірек жылқымен бірге мезгілдің қабағына қарап, күні бұрын болжай біледі. Бүгінгідей сылбыраң түннің сырына қанық болмаса, бәлкім 40-40-қа 60 асуға тартқан сапарды жаңбырға қарап кешеуілдетер ме еді? Жасынан жауынға да дауылға да шыныққан қарияның қайраты қасындағы жігіттерден үстем түседі. Талай жыл, талай шуасаудың солығын басып, бұғалыққа көндірген қожантай қарияның қолындағы қыл шалма бәрібір уақыттан ұзын емес қой. Сол қыл шалманы қасындағы жүрген мынау жігіттер енді қанша мезгіл қанжығасына байлап жүр алар екен деші. Таң ұйқысынан жылқының дауысы оятқан қария әуелі астындағы жүйрікті баптап, ендігі басар жолдың қамына тас түйін дайындап. Biz kеше-кеште 15 адам менен Саурық жайлауында тауаның түбіндегі қалқа Бекетайдың қосы осына келіп түстік. Мына отырған үйлері біздің тарихи ата-бабамыздан қалған қарақос. Бұл ары бері мал айдап күндерге жатар орын, шеф тамақ, жамлар көрпе болып тұр. Біз ел жатар уақытта сағат 9:30-да, артымыз 10:30-да келіп бұл жерге тыныстаптық. Өзіндегі барын жол жүрген жолаушыларға арнап, бұл семьядағылар қол жайып қарсы алып бізді күтті. Тор төбелге 4 жеңгел жем кетеді деуші еді ғой. Тұлпар болар жүйрігін мініске салып, жүріске баулыған қарт жылқышының сөзінен Сайгүліктің бабының бір сыры аңғарылып жатыр. Бұл енді атқа жем бермесек болмайды. Менің мына мініп жүргенім бір жастан тәрбиеленген бір байгат. Бұны осы рет тауға көндіктіруге мініп келгем. Осы атқа жем беріп тұрмасақ, тау соны шөбі жақсы дегенмен, ол шөптің де өзіндік көрікті қуаты бар. Жемнің де өзінде денеге қажетті белок, минерал, азот сияқты толықтайтын орны бар. Осыны күнделікті азық құрамына кіргізіп тұрмасақ, аттың денесі жасып кетеді. Айырылас арпа. Бұны ертең ертеде кешке жақында атқа береміз. Қазақтың бір тарихи өлшеуі бар. Кеште 5 жеңгел, ертең ерте 4 жеңгел беретін. Бұл байгаттың азығы. Ауылдан шыққанымызға 4 күн болды бүгін. Енді бүгін 4-ші қонақтар кеште. Құдай амандық берсе жетеміз. Бүгін үлкен бір дауан асамыз. Тік жалама қиялардан түсеміз. Алды жанжарына қама жаулап. Айдамаса жол тарғалаң. Құлақ кетеді қия бет. Бисмилла. Бүгін енді ең ақырғы отырар жайға жететін күн.
күн ашық екен, үлкен дауылға саламыз. Міне, шұбаған жылқы қорым тастан аршылған соқпақты қарш-қарш басып, қайрақтының кезеңіне беттеді. Жылқының тұяғынан қаттадан бағады деп атам қазақ бекер айтпағандығын бүгінгі жүріс анықтап бергендей. Тұнық пен соныны көксейтін жылқы малының тұқымы азып кетпес үшін жылқышы болған жан осындай машақатты сапарға төзе білуі керек. Дауаннан біз доғар ауаның шалаң жеріне барғанда азық жесек, өкпе жүрегіміз түтікпейді. Бұл асу арбын саланың асу делінеді. Бұл өте биік асу. Осыдан кейін 1 километр жерден жоғары өсімдік өнбейді. Ең жоғары биік асу бұл. Теңіз деңгейінен 5000 метр биіктікте. Мінекей, найза шыңы бұлт түйреп, күміс кіреуке мұз жамылған тәңір таудың сілемдері там-там алысқа созыла мұнартады. Қазақты осынау алып шыңдардың асқарына алып шыққан от тұяқты тұлпарлар екен-ау. Қысы жазы қасат қары жамбастап жататын, шыңынан қыран құсқан аушып, құзына қарғалдақ қана көктейтін мынау мұзда судың арғын сала деп аталуда тегін емес шығар. От тұяғы қаратасты қарш-қарш тураған жалау жал қол құйрық жануарлар-ай. Сенің шоқтығың шыңдан биік жаралғандығы себепті қазақтың қайраты мен айбаты онан да биік болған екен. Міне, ақ бастаудан аумайтын ақ қалпақты қария 70-тің желкесіне, арғын саланың сеңгіріне шығып, қарананға мұз қосып шайнап отыр. Денесі желден жаралған жануардың болат тұяғындай қайсар қарт, алашарбы бұлтарасымен ауасы сирек асуда жылқысы міне шұбырта айдап барады. Ол жылқы айдап қана бара жатқан жоқ, бейне жел қанат жануарлармен бірге зәу биікте ұшып бара жатқан тәрізді. Құс қанаты талатын арғын саланың асуын асқан жылқышылар, Жетісу жайлауына жетіп айыл босатқанда болдырған жігіттер түгелімен ерін жастанып, ат көрпесін төселіп, шырын ұйқыға батты. Ал елгезек қарт қыран жанарын аспанға қадап, арқасын қына біткен қара тасқа төсеп, әлде қандай ой шүңетіне батқан. 45 сағат дем алдырып алғаннан кейін енді және үлкен бір дауанды асып, онан өзінің қонысына жеткіземіз. Енді соған тақалып кеп жатырмыз ғой. Аттай желіп, бұлттай қалқып өте шыққан жылдар қарт көкірекке қандай бір хикмет елестер қалдырды екен. Бетегелі қауданды боз отқа жылқы салып жатқан қазақтың көңілі тағы да сол жануардың жайылғанына қарап семіреді. Қарияның көз алдында бәлкім жылқы түлігіне шөбі жұғымды, 6 күн жайылған ат семіріп сала беретін ата қоныс төр жайлауы, Көкөзеннің оты дүр қаулап тұрған шығар. Міне, бұл шөптің қожасы қарғалда өсетін, жау жұмыры жайқалып,
ақ жүрегі алшындаған, балдырғаны ырғалып, сарымсағы самсыған көкқамқа бетегелі жон атақты Саурық жайлауы. Сай жотасына өңкөй дәрі шөп өсетін қойқалы да шипалы далаға жылқы салып жаз жайлап жатқан жігіттер, міне арғын саладан жылқы асырып жеткен Қожантай қарияны қасындағы жылқышылармен бірге қазақтың бөлінбес еншісі Ерулікке шақырды. Көшкен елдің көмеші, еру елдің ерулігі болады. Ата қазақ айнымас салтқа айландырған жосын, міне жылқышылар арасында ежелгі жоралғысымен сақталыпты. Қонысына таяу кеп дамылдап жатқан ауылға, дастарқанға дән түйіп бір шәугім шай апарып, таңдайын жібітетін, немесе мал сойып дәмге шақыратын, ерулік сынды салтымыз көгал қуған көшпенді елдің даласындай дарқан көңілінің, берекелде сыйласымды өмірінің куәсі. Баяманның біз енді баратын елге 6 сағатта барамыз. Кең жайлаудың төсінде бағланға бата істеп арқа-жарқа әңгіме соғатын жаз қызығының жайсан күндері де алдыда ғана бір белеңнің астында тұр. Анау қыл тұзақтай жолы көрінген қылыштың қырындай биік қырқа, Саурықтың асуынан әрмен асса болғаны, бұлағы бұлқысып көкірай шалғыны жайқалып жатқан жер Қожантайдың төр жайлауы Көкөзен. Бүгінде жаңбыр толастамады. Кең текестің ұлы тауының алпыс асу қырық қырқасы мен құбылмалы табиғатының сырына қанық Қожантай қария, бұлт жарған найзағайдай жігермен Саурықтың асуынан тағы да жылқы асырып барады. Қарт жылқышы 70-тің қыр желкесіндегі ғұмырын Қамбар ата түлігінің толқын жалына тоғытып өткеруді бәрінен де бағалы санайтындай. Туып өскен жерге сағыныш тек адамзат жүрегіне бұйырған сезім ғана емес екенін ең алдымен жылқы баққан ұлт аңғара білген шығар. Жер көксөгіш жануар кіндік қаны тамған жерге шұрқырай құйылатынын аңғарған бедіңіз. Кірпияз жануардың киелі түлік саналатыны да содан. Айсыз қараңғы түндерде тоңғиықтан жол тауып, жолаушыны жаңылдырмай, мамағашын тауып иіскейтін жануардың жершілдігіне еш нәрсе тең келмейтін шығар. Сонымен жаттық қой. Жауында малды әрең түсірдік. Бүгін кешкі қонақ кеттік қой, мына жауында. Тегінің бәрі су. Астын отты жақтық. Чатыр теге барып бұғып бір жағын тасқа сүйеп. Енді тасқа сүйейтін себебі мына оттың жанға түтіні тас жағылап шығып кетеді. Енді басқа жерге етсеңіз түтін ішінен жаққанда ортасынан шықпай қояды. Мына тастың өзінде ерекшелігі бар, түбіне жанынған от жағалап шығып кетеді, адам көзіне кірмейді. 5 күнде келдік қой. Малшыларды енді мына көшіріп әкелдік, енді ие болады. Туған даланың тұнық келбеті әр қашан жылқының жанарында тұнып тұратындай. Аунаған жерінен алыс кетсе, сол жәннат мекенге деген сезімі тұяғына сағыныш боп ұйып, дегдар жануардың дүбір күтіп тықыршып тұратында содан. Сол сұлу түлікті, сұңғыла түлікті, осылай шұбырта айдап көшкенігіміз себепті, жылқының жалын жастық, арқасын төсек қылып, қилы қиян тарихтарды өткөргеніміз себепті. Жылқы мінез қазақ атандық емес пе?
Шіркін, қарт жылқышының бойындағы жігердің, қанындағы қайраттың қасиеті жөргөгімізге жұғар мекендеш. Содан бері қарайын бұған жүгімізді, тұзымызды, ұнымызды, әртүрлі киім кешегімізді қойып, қоналқалап, мал бағып жүрміз. Еліміз қайтып келгенше қоналқа тұрады. Балалар енді малдарыңа жақсы қарамаңдар. Жылқыларыңды, сиырларыңды, түгендеңдер, қойларыңды амандап, мына неше күннен бері дауан астық, жол жүрдік. Тасырқағаны бар, дауаннан түтіккені бар, денсаулық аздары бар, бірден амандап, жағдайда қарап, тұз беріп, жақсылап бағыңдар. Біз енді елгенмен қайтам. Қожантай қарт жылқыларын Көкөзен жайлауына жеткізіп, көңілі тыңғасын, келген ізімен кері қайтуға дайындалды. Бөктерде қалдырған табын сиыры мен қоралы қойына қарайлап қалама, әлде ат үсті әулие жылқышы мереке деп, тағы да ойда қалған жылқыларына тартып кете ме? Оны кім білсін. Жаз жылыстап, күз де келер енді. Күз келгенде той томалақта көбейеді. Ақсақалдың жүйрік баптар желігі, бәйге құмар делебесі қайта қозбасына кім кепіл. Ақсақал келген жолындағы мың қиыр мен мың жапаны еш ойлап тұрған жоқ. Осы бір қарт жылқышы жылқы жануарын бағып қана жүргендей емес, қайта аттылар әулетінің асыл қасиетін, ғажайып болмысын жылқы жалында сақтап, ұлттың рухын дүбірлі тұяқпен жалғап жүрген сияқтана береді.